Қайырлы күн. Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Бейнеу санаторлық бөбекжайының тәрбиешісі Нұртаева Райханмын. Мен сіздермен балабақшада серуенді өткізу және ұйымдастыру тақырыбы аясында өз ойыммен бөліскім келеді. Қазіргі уақытта жас ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуына ізгілік, ғылымилық, жүйелілік ұстанымдарына негізделген үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін құру, оның тәрбиелік мүмкіндіктерін саралау өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Сондықтан да соңғы республика көлеміндегі мектепке дейінгі мекемелерде экологиялық тәрбие жұмысы бұрынғы қалыптасқан бағдарламадағы балаларды табиғатпен таныстыру бөлімнен бастау алады. Ал табиғатпен таныстыру балалардың танымын дамытудың басты құралдарының бірі. Мектепке дейінгі балаларды тірі және өлі табиғатқа деген сүйіспеншілік қарым-қатынасын тәрбиелеу мақсатында табиғатпен таныстыру, яғни табиғатты қорғау, экологиялық тәрбие жұмысымен ұштастырылды. Міне сондықтан да мектепке дейінгі мекемелерде табиғатпен таныстыру, экологиялық тәрбие беру серуеннен басталады. Серуен дегеніміз мектепке дейінгі мекемеде бала әрекетін ұйымдастырудағы режимдік сәттердің негізгі бөлігінің бірі. Балабақшадағы серуен күн тәртібінің бір бөлігі болып табылады. Серуен арқылы бала айналаға қоршаған орта туралы толық мағлұмат беруге болады. Бала ауа райын, табиғатты, күнді, желді, топырақты, сонымен бірге ағаштар мен жануарларды, құстарды бақылай отырып білімін жетілдіреді. Өзі үшін жаңалық ашқандай болады. Серуеннің негізгі мақсаты бала денсаулығын нығайту, шаршаудың алдын алу, денесін шынықтыру, түрлі әрекеттер нәтижесінде организмде болған функционалдық өзгерістерді реттеп қалыпқа келтіру. Серуеннің міндеті қарапайым жағдайда организмді шынықтыру, мектеп жасына дейінгі баланың физикалық даму деңгейін арттыру, сонымен бірге баланың қимыл белсенділігін арттыру, баланың танымдық, көркемдік, эстетикалық, әлеуметтік тұлғалық дамуына ықпал ету болып келеді. Серуеннің негізгі екі түрлері бар. Бірінші түрі балабақша аумағында, екіншісі мектепке дейінгі мекеменің территориясынан аулаққа жаяу ересек топтарға, яғни 2 километрге дейінгі қашықтықта ғана серуен жасауға болады. Бұл кезде баланың киіміне қойылатын талаптар. Баланың киімі жыл мезгіліне байланысты сай болуы керек. Балабақшада серуен дайындықсыз өткізілмеуі тиіс. Олар танымдық мақсатқа құрылып, қызықты өткізілуі керек. Тәрбиеші жоспарлау барысында ақпараттық материалды кеңінен қолданғаны жөн. Олар төмендегі мақсаттарды жүзеге асыруға бағытталуы тиіс. Біріншіден, балалардың ой өрісін кеңейту. Бұл жағдайда балалар алған білімді ойын және ауа райын дербес бақылау уақытында қолдана білуге үйрету. Шығармашылық қиялын, фантазиясын есте сақтауын, зейінін, тілін дамыту, табиғат құбылыстарына деген қызығушылықтарын қолдау. Ересектер мен серіктерін мұқият тыңдай білуге тәрбиелеу, туған табиғатты сүюге тәрбиелеу, алғашқы экологиялық түсініктерін қалыптастыру болып табылады. Серуенді дұрыс ұйымдастыру, бала денсаулығын нығайту, балалардың қимыл қозғалыс дағдыларын қалыптастыру, киімі ыңғайлы болуы, жыл мезгіліне сай киінуі, дұрыс жолға қойылғанда ғана баланың салауатты өмір салтының қалыптасуына мүмкіндік береді. Серуен кезінде дене шынықтыру жаттығуларын жасау және қимыл қозғалыс ойындары баланың эмоционалды жағдайына және денсаулығына көп көмегін тигізеді. Бала денсаулығын және өмірін сақтау мақсатында жұмыс уақыты басталғаннан тәрбиеші және тәрбие көмекшісі ойын алаңын тексерген жөн. Сынған шөлмек, тастардан үнемі тазартып отыру қажет. Серуенге шығар алдында тәрбиеші көмекшісі ойын алаңын дайындау қажет. Тәрбиеші серуеннің қызықты өтуін алдын ала, яғни серуеннің жүрісін, ойын құралдарын мұқият дайындауы тиіс.
Серуен негізінен 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі бақылау, екіншісі жеке жұмыс, үшінші қимылды ойын, төртіншісі табиғатта еңбек, бесіншісі дербес, яғни балалардың еркін ойындары болып 5 топқа бөлінеді. Серуен бөліктері жыл мезгіліне, ауа райына байланысты әртүрлі болып құрылады. Мысалы, қыс мезгілінде көп қозғалысты талап ететін ойындар, еңбек, бақылау жыл мезгілдерінің ерекшелігіне сәйкес өткізіледі. Жыл мезгіліне байланысты көркем сөздер, тақпақтар айтысуға болады. Серуеннің бірінші бөлімі бақылау. Бақылау бұл тәрбиеші жоспарына байланысты жүргізіледі және мақсатты жазылады. Бақылауды жанды табиғатқа, яғни құстарға, ағаш жапырақтарына, жыл мезгіліне байланысты жәндіктерге, өсімдіктерге жүргізуге болады. Жансыз табиғатқа жататын, мысалы күнге, бұлтқа, желге, қарға, қардың қалыңдығына жүргізуге болады. Үлкендер еңбегін, көлік түрлерін, өтіп бара жатқан адамдарды, тағы басқа сол сияқты нәрселерді бақылауға алуға болады. Бақылауды түрлендіріп, қызықты өткізу, баланың айырмашылықтарды, айнала қоршаған ортадағы өзгерістерді байқау, байқампаздыққа тәрбиелейді. Серуеннің екінші бөлімі еңбек. Бұл аулада ойын алаңында жүргізіледі. Балаларға жеке тапсырмалар немесе ұжыммен жұмыс тапсыруға болады. Үшіншісі қимыл қозғалыс ойындары, жай қимылды ойындар, орташа қозғалыстағы ойындар және шапшаң қимылды қажет ететін ойындар болады. Жоспарға жаңа ойындарды енгізіп отыру қажет. Бір жылдың ішінде 10-15 жаңа ойын енгізгені жөн. Қызықты ойындар, эстафеталық ойындар, сюжетті қозғалыс ойындары, спорттық элементтері бар ойындар, ұлттық ойындар. Ойындарды ұйымдастыру жыл мезгіліне, ауа райына, балалардың көңіл күйіне, серуен қай мерзімде өтіп жатқанына байланысты болуы қажет. Жеке баламен жұмыс. Баланың өткізілген тақырыптар бойынша білімін бекіту, психикалық процестерін дамыту. Жеке баламен жұмыс бұл өткізіп жатқан бақылауға байланысты тақпақтар, мақал-мәтелдер, сөздік жұмыстарын жүргізуге болады. Еркін ойындар. Мұнда балалардың өз бетінше ойнауына жағдай жасау, керекті құралдарды алдын алу, ойыншықтармен қамтып отыру. Серуенді ұйымдастыруда мына жағдайларға көңіл аудару қажет. Жер учаскесіндегі ойындар ұйымдастыруға жағдай жасау. Серуенді балалардың денсаулығын нығайтудың ең маңызды құралы ретінде кеңінен қолдану. Балалардың киім мен аяқ киімінің ауа райына сай болуы. Балаларға жекелей ықпал ету. Әлсіз, шапшаң қозғалысқа аз түсетін балаларменен жеке жұмыс жасау. Солардың талғамдарын арттыру. Балалардың қимыл қозғалысы әрекетін тыныш әрекетпен іске реттей алу. Балалар өмірі мен денсаулығын қорғау. Техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау. Міне осы айтылған талаптарға сай серуенді ұйымдастырса, серуеніміз өте көңілді өтері анық. Күнделікті өмірдегі тәжірибеде балалармен мына жұмыс түрлерін кеңінен қолданамыз. Күнтізбе бойынша табиғатты байқау, тірі табиғат бұрышына серуен ұйымдастыра отырып, балаларға өсімдіктердің, жануарлардың көп түрлілігі туралы, сонымен қатар табиғат маусымдары, өзгерістері рет-ретімен ауысып келіп отыратын айтып түсіндіріліп отырады. Табиғат және жан-жануарлар туралы әңгімелер оқу. Баланың тілін ұстартып, ақыл-ойын, адамгершілігін қалыптастыруға мүмкіншілік туады. Сонымен бірге тіл дамыту, еңбек, бейнелеу өнері пәндер аясында да тақырыптарға сай ұйымдастырылған оқу қызметі барысында балаларға экологиялық тәрбие беруге болады. Балалардың танымдық құзыреттілігін меңгеруі бақылау нәтижесі педагогтың қолданатын әдіс-тәсілдері мен бақылауды ұйымдастыруына тікелей байланысты. Баланың жан-жақты дамуы оны қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынас негізінде қалыптасады. Бұл тұрғыда сезіну, танып білу, жүзеге асыру,
Осы 3 бағытта жұмысты дұрыс ұйымдастыру қажет. Ол үшін тиімді әдіс-тәсілдерді таңдап алудың маңызы өте зор. Құрметті әріптестер, мен сіздерге таныстырылған материалдарды толықтыру мақсатында серуеннің толық нұсқасын назарларыңызға ұсынғым келеді. Ендеше соған кішкене көңіл аударайық. Автобусты бақылау. Мақсаты: сыртына қарап көліктерді ажыратуға үйрету. Көліктің басты бөліктерін атай білуге үйрету. Автобуста отыру ережесін үйрету. Бақылаудың барысы: тәрбиеші балаларға жұмбақ жасырады. Жүргіздім. Бір үйімді жүйткісі жұрт сүйінді. Бар жолмен жұртты тасып жүр, жылдамдықты басып жүр. Міне осы жұмбақ арқылы бақылауды бастауға болады. Жұмбақтың шешуін тәрбиешінің көмегімен бірлесе отырып шешеді. Мысалы, бұл автобус. Автобус туралы балаларға енді түсінік беруге болады. Автобус жолаушылар таситын көлік. Ол адамдарды тасиды. Автобустың алдында жүргізуші, ал артында жолаушылар отырады. Жолаушылар автобуста аялдамада тосып тұрады. Автобус тоқтаған кезде олар автобусқа мініп, орындарға отырады. Автобус жүріп бара жатқан кезде тұруға, салонның ішінде жүгіруге, есікті қолмен қозғауға болмайды. Жүргізуші есік ашқанын тосу қажет. Не осындай түсініктер қалыптастыру қажет. Ендігі кезекте еңбек әрекеті. Аулаға баратын жолды сыпыру. Бұл жерде балаларды еңбекке баулаймыз. Мақсаты: сыпырғышты дұрыстап қолдана алуға үйрету. Келесі: қимыл қозғалыс ойындары. Автомобиль мен торғайлар. Автомобильдер. Мақсаты: жолда жүру ережелерін сақтауға үйрету. Автобус жайлы білімдерін бекіту. Шығарылатын материалдар: рөлдер, пішіндер, күрекшелер, ойыншықтар мен борлар. Міне осы материалдар арқылы, көрнекі құралдар арқылы бақылауды жақсы өткізуге болады. Қорыта келгенде айтарым: мектепке дейінгі мекемелерде балаларға экологиялық тәрбие берудің маңызы өте зор. Өйткені табиғаттың таңғажайып құбылыстарымен таныстыру, олардың мән-мағынасын ұғындыру арқылы жас жеткіншектерді жан-жақты тәрбиелеу, нақтырақ айтқанда, баланың қабылдауын, зейінін, ойын, тілін дамытудың басты құралы осы серуен болып келеді. Назарларыңызға рахмет.